үлкен сарайда облыстық тәуелсіздікке тағзым атты үлкен аламан дода өтті. Шын мәнінде бұның аты облыстық болғанымен, біз осы қазылар алқасындағы барлықтары үлкен қаламгерлер баршамыз осыған таң қалып отырмыз. Мына облыстан 28 ақын шығып, бір әдемі осы жерде бір адами өркениетті үлкен шаралар өтті. Шын мәніндегі сөздің сайысы, ол мысалы облыстық деп аталып тұрғаны болмаса, үлкен халықаралық айтыстарға тең. Халқымызға жүзімді таныс қылған, я Алла мың рахмет бұл халыққа. Қолдап қошеметтеп дау ұштырған, ағайын алдарыңа келіп тұрмын. Киелі ұлық мерекеміздің ақындар айтысын басталғаны үгі дәстүр. Ел тәуелсіздігінің 30 жылында біздің өңірімізде айтыс ақындарының үлкен шоғыры қалыптасты. Біздің жас ақындарымыз өңіріміздің намысын республика көлемінде лайықты қорғап жүрген алтын домбыра иегері Аспанбек Шуғатаев пен аламан айтыстардың жеңімпазы Рауан Қайдаровқа қарап бой түзейді. Жыл сайын дәстүрлі түрде оқушылар, студенттер арасында қалалық, облыстық деңгейде атаулы айтыстардың өтіп жүргенін өздеріңіз білесіз. Ертіс баян дейтұғын елденсіңдер, бірің ағам, біреуің жеңгемсіңдер. Тәуелсіздіктің тойы құтты болсын.